Сәлем достар, бүгін снегирс пирогын пісіреміз. Ол үшін бізге ыдысымызға қантымызды және жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды және какаомызды салып, араластырып біріктіреміз. Сұйық массамыздың үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Массамыздың үстіне сүтімізді құйып, араластырамыз. Біркелкі масса шығады. Дайын массамызды ыдысымызға құямыз. Алдын ала қыздырылған 180 градуста пешімізге 20-25 минутқа салып пісіріп аламыз. Піскен бисквитімізді бөлме температурасында суытып аламыз. Бисквитімізді видеода көрсетілгендей етіп кесіп, ішкі бөлігін ғана жинап аламыз. Шанышқының көмегімен ішін тегістеп жинап аламыз. Вареный сгущенкамызға жер жаңғағымызды салып, жақсылап араластырып, бисквитіміздің үстіне салатын боламыз. Ішіне салынған салмамызды тегістеп орналастырамыз. Салмамыздың үстіне бисквиттің жинап алынған бөліктерін майдалап орналастырып шығамыз. Бетіне кілегейіміз бен шоколадымызды ертіп, біркелкетіп құйып шығамыз. Біздің өте дәмді және тез дайын болатын снегирс пирогымыз дайын болды. Дайын пирогымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Сонда өте дәмді болып шығады. Ас болсын.